Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, француз тілін үйрену каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен француз тіліндегі плюс сөзінің оқылуына тоқталатын боламыз. Француз тілін үйреніп жүрген адамдар болса, ол түсінеді. Плюс сөзі кейде бізде плю немесе кейде плюс деп оқылады. Енді сол қай жағдайда плю, қай жағдайда плюс болып оқылатынына тоқталайық. Плюс сөзінің мағынасы қазақ тіліндегі рақ, рек деген күшейтпелі шырайға, салыстырмалы шырайға сәйкес келеді. Қазір мен сіздерге бір-екі ереже айтамын. Бірінші, екінші ереже сын есімнің алдында тұратын плюс туралы болады. Егер сын есім дауыссыз дыбысқа басталса, онда с оқылмайды. Плюс сөзіндегі с оқылмайды, сонда плю деп оқимыз. Мысалы, плю гран. Бұл жерде гран дегеніміз үлкен деген мағынаны білдіреді, яғни плю сөзі алдына қойылған кезде үлкен рек деген мағына шығады. Плю гран. Келесі бу. Бу әдемі деген сөз. Плю бу. Әдемірек. Плю дроль. Дроль күлкілі. Оны қалай қазақша келтіруге болады, оны комментарийда қалдырсаңыздар болады. Плю фасиль. Фасиль жеңіл, жеңілірек. Так, келесі. Яғни түсінікті болды ғой, Бұл жерде бізде сын есімдеріміз гран, яғни үлкен деген сын есім ғой. Ол дауыссыз дыбысқа басталып тұр. Сондықтан да оның алдында келген плю сөзіндегі с оқылмайды. Егер сын есім дауысты әріпке, дауысты дыбысқа басталатын болса, онда плю сөзіндегі сіміз оқылады және ол з дыбысын береді. Мысалы, plus agréable, plus aisé, plus aéré. Түсінікті болды деп ойлаймын. Дауысты дыбысқа сын есім басталса, онда з деп оқисыздар. Келесі, үшінші ереже. Манағы бірінші, екінші ереже сын есімдерге қатысты болса, қазір үшінші ереже бізде сөйлем плю сөзіне аяқталғанда қалай оқылады, соған байланысты болады. Бұл жердегі плю сөзінің мағынасы көбірек деген мағынаны білдіреді және сонымен қатар бұдан былай жоқ деген екі мағынаны білдіреді. Мысалы, je t'aime plus. Мен сені қаттырақ жақсы көрем деген сөз, яғни көбірек деген сөз. Больше орысша айтқанда. Ал енді je ne t'aime plus десек, онда мен сені бұдан былай жақсы көрмеймін деген мағына шығады. Яғни отрицаниемен осы плюді қолданамыз. Ал разговорный французскийда не деген тіркес түсіп қалады. Сонда je t'aime plus болады, жай ғана. Je t'aime plus, яғни мен сені бұдан былай жақсы көрмеймін деген мағына шығады. Сондықтан да қараңыздар, je t'aime plus, мен сені қаттырақ жақсы көрем. Я люблю тебя больше. А je t'aime plus, я больше тебя не люблю деген сөз. Сондықтан да осы сөзде кәдімгі французша сөйлеген кезде күнделікті, мысалы қарапайым диалогтарда айтқанда мұқият болу керек осы плюс сөзіне. Плюс деп айтасыз ба, әлде плю деп айтасыз ба, соған байланысты болады. Көп нәрсе осы плюс сөзі шешеді көп нәрсені. Назарларыңызға көп рахмет. Бүгінгі ереже сіздерге пайдалы болса, комментарийде қалдырыңыздар. Сау болыңыздар.